Кеше менде Маевкаға барып келдік. Біздің өз Ырбақ деген жерде тауда үйіміз бар. Сол жаққа барып келдік машинамен. Үлкен грузовой машина. Жаңағы ескі машина енді. 1900 жылғы машина. Сонымен бардық. Сонымен келе жатқан кезде біз спусктан түсеміз ол жерге. Спусктан түсіп, спускқа шығамыз қайтар кезінде. Сөйтіп шығып бартқан кезде мен енді уайымдадым. Шынын айтсам, ана спусктан бері қарай кететін болсаң, аунап, айналып, дымың қалмайды, фарш боласың. Енді биік ана спуск бар ғой, енді страшно. Адамдарды мінгізіп алғанбыз. Алдына мен отырмын. Еще қолымда бөпе бар. Сонымен барып, қайтып бартқан кезінде жоғарыға шығып барады. Мен бір аятул курсиді бастадым. Күйеуім айтты. Негізінде мен машина мінгіз баса, күйеуім айтады, баста дейді. Мен аятул курси оқимын, зікір айтамын. Сөйтіп аятул курсиді оқыдым. Сөйтіп бие қиын жерлерден өттік та, сөйтіп бір оңай жерге келген кезде машинаның андай жүрмей артқа қарай кетіп бара жатыр машина. Енді ар жақта домаласаң кеттің ғой. Сонымен жаңағы аятул курсиді бақырып тұрып оқыдым. Бір Аллаға тапсырды. Бір кезде күйеуім резко былайынан бұрылды да, кейін қайттан разгон алып шықтық. Асфальт жоқ ол жерде, тас қой енді ол жерде. Сонымен шықтық. Сол кезінде мен аятул курсиді оқыдым. Және де ла илаха илля анта субханака inni kuntu минназ золимин деп кеше видеода шығардым, білесіздер. Соны айта бердім ғой мен. Білесіздер ма? Аллах Тағала менің жүрегіме тыныштық берді. Аллах Тағала алам десе 6 секунд. Бірақ секунд даже 6 емес. Үлгере алмай да қаласың. Ештеңе істеп үлгере алмай қаласың. Сөйтіп, қатты қорықтым мен, бірақ бір Аллаға тапсырдым. Не болса да дайын болдық. Ішімізден кәлиманы айтып тұрып. Бірақ мынау ла илаха илля анта субханака inni kuntu минназ золимин деген зікір, ол любой қиындықтан алып шығады екен. Шынын айтсам, мен оны арасында айтатынмын, бірақ мен кеше соны почти 2 сағат, 2 сағат емес, почти 2,5 сағат тоқтамай айттым ғой жаңағынше. Үйге келгенше. И аятул курсиді тоқтамай айта бердім. Аман-есен келіп жеттік. Ешқандай кедергі болған жоқ. Сол үшін экранда жазып кеттім. Сіздерде қандай қиындық болса да осыны айтыңыздар дегім келеді сіздерге.